Сонымен құжаттың кез келген бетіне нөмірді қалай қоямыз? Мысалы, берілген құжатта беттің нөмірленуі 5-ші беттен және 2-ші нөмірден басталуы керек. Бұл әрекетті жасаудың алгоритмімен таныстырайын. Вставка менюна кіреміз, номер страницы, внизу страницы, және мен төменгі жағындағы ортасында тұратын типті таңдадым, яғни простой номер 2. Жоғары жағынан особый колонтитул для первой страницы деген пунктке галочка қоямыз да колонтитул терезесін жабамыз. Главные мәзірінен параграф беттегі барлық белгіні көрсетіп тұратын таңбаға басамыз. Енді курсорды 2-ші беттің басына әкеп қоямыз. Одан кейін макет бөліміне кіріп, разрывы, следующая страница дегенге басамыз. Осы макет, разрыв, следующая страница деген команданы бастапқы 5 бетке де орындаймыз. 5-ші бетте біз нөмір қою керекпіз. Яғни біз осы әрекетті 5-ші бетте де орындап аламыз. Енді 5-ші беттің төменгі жағына түсеміз де колонтитулға басамыз. Жоғары жағынан особый колонтитул для первой страницы деген жерден бастапқыда қойған белгі галочканы алып тастаймыз. Осы жерден номер страницы, формат номеров страниц менюна кіреміз де начать с 2-ші бет деп окей батырмасына басамыз. Параграф белгішесін алып тастаймыз. Қараймыз, беттің нөмірі 5-ші беттен басталады және ол 2-ші нөмірмен басталып тұр. Құжаттың соңына дейін беттер нөмірленеді. Қайталап жасап көріңіз. Ісіңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.